Ассаламу алейкум, урметлі серджілер. Бу UATV біз сізлерге Дүнияда Украинада олып кечкен вақалар ақында хабер етеміз. Бүгін майысының 22-сі базар әртісі күні. Кечкен күн девамында женкеверлер 48 кере Украина арбийлерінің мевзімлеріне атеш açқан еді. Эки арбийымыз яраланған Донецк юнелешінде вазиет эн керген еді. Анда Русия үджіретлі әскерлері 24 кере сульх режиміні бозған еді. Авдеевка жеварларында адет үзре вазиет керген. Анда ешғалжелер ясақ етілген калибрлі минатыжылардан үджум еткен еді. Каменка янында есе зенит тәртибатыны қолландылар. Луганск юнелешінде ақшам 120 мм минатыжы, граната атыжы ве хафиф селядан женкеверлер Троицкая, Крымская ве Золотой янында ерлешкен Украина арбийлерінің мевзімлеріне атеш açты. Малиновая янында душман автоматик гранататыжыларны қолланды. На півдні області Вилаят жүнібінде женкеверлер. Евел олғаны кеби, сульх режиміні геже күндіз боза. Туневын душман эки керемені атыжыларны құланды. Гнутова Вешерокинада. Эмде водяное де танкны құланды. Лебединская де душман тарафындан снайпер çalıştı. Умумен Мариуполь йонелешінде 17 атыш кайдетілген еді. Журналист Сущенко Франкистанның яны президенті Эммануэль Макронға мұражат етіп, ондан озының Русия песханесінден чықмасына ярдымыны сұрайжақ. Бұның ақында длежі Марк Фейгин білдіре. Франкистанның бірінші ханымы Бриджит Макронға айны режасынен мабюсының қадына Анжелика Сущенко мұражат етті. Фейгин өз твиттер сейфесінде Путинның Паристеки зейреті вақтында бір гуманитар адым атылажағыны, яғни Сущенконың азат етілежегіні беклеген ақында яза. Роман Сущенко сентябрь тозында Москвада тутылған еді. Оны жасуслықта қабатлайлар. 2010-сінесінден о Франкистанда Укринформның шахси мұхбері оларақ çalışқан еді. Журналистны зинавдашларының фикріне көре, оның ихтисаси фаалиеті себебінден туталар. Русия Федерациясының президенті Париске Версальде бірінші Петерге бағышланған сергідей иштирак етмек үшін майысының 29-ында баражақ. Бекленгені кебі, зейреті вақтында Путин ilk sefer Макроннен көрішедек. Георгий Шеритлері Русия стилясының темсалі дей президент Петро Порошенко ве Украинада ясақ етілмесі ақында қанунны имзаламаға вады етті. Шеритлер екінжі Джанженкінің темсалі дегіл, дей девлет башы. Москва есе озу оси ясетінен Георгий Шеритлеріні қанундан тыш етті. Арбейлерімізні әркүн өлдірген Русия женкеверлері оларны тақып юре. Деп айтты Порошенко сессия әрімлар құрбанларыны қатыра күні мұнасебетінен кечірілген тедбірді. Матем тедбірлері Быковнян мезарлары милли тарихи мемориал құрығында кечірілді. Анда 37-41 сенелері Совет режимінің құрбанлары жиылған. Президенттің айтқаны кебі Сталин айрымларындан вефат еткен адамларының сайысы Совет режимі тарафындан онлар жесене девамында гизленілген еді. Ама украинлілер арасында қатты диктатураға қаршы чыққан қараманлар әр вақыт бар еді. Русия ве Қырым эписханелерінде сақты ишлер бойынша 30-ден зияде украинлі тутула ве буда толу жедвелді гілдір. Дей баш Назир Владимир Гройсман. Сесей ырымлар құрбанларыны хатыра күніне бағышланған мұражатында. Қайдеткені кебі кемиет ве ұқуқ қоройжылар Украин рейнелеріне азат етмеге тырыша. Ама Кремль бұна кедер еті. Ведейки ешғал етілген Қырымда Украина ватандашларына қаршы яны сиесей айрымларының ақымы башлана. Тутуп алувлар, тақыплер, тынч топлашувларының ясақ етілмесі бұл Қырымның ақиқатыдыр. Евенде яшамақ істегі үшін оны сүргін еті ве песханелерге ята еделер. Омрыны Қырым топрағы ве Қырым халқына бағышлады. Тақдирын ешілі олмаса біле өзі әр вақыт шақалаша табиаты бойледір. Бойсун маған Мустафа Джемилев Қырым оғылы UATV каналының эксклюзив интервьюсінде. Мустафа Джемилев мында яшаймы? Анда киінің типик азбары. Аде чоқ қатлы эв. Қомшулардан бірісі Қырым татар халқының етікчісі яшыған дайрені көстіре біле. Евіңізні сағынасыңыз ма? Бұтын қиметлі шеллеріміз Қырымда қалды. Анда балабан евіміз барыды. Мансардада Эдиелер музейі ең қиметлі бақшышлардан бірі радио. Сақырып сияси мабүслерге бағышлайды. Мана да Соня радиосыны бағышлады.
Мына бу қадын өмір арқадашым. 303 күн ачлықны тұтып, ашсыз яшап олғаным үшін мана барды. Аз ашаған яқшы бір ақай олажығымны тұшынген еді. Якутияға келді, мен қаве пішіріп, төшегене кетірем. Әнді оле пішірежен. Апайынызның тәвсиелеріні dinleysiniz mi? Korka. Очоқ чахайты ве түтін içe. Өмір бойы ватанға авде тоғрында күрешіп келе. 21 асырда Русия Қырымны запт ете білежігіні бір кімсе тұшынды ма? Әлбетте Русия Гүржістан жеңктен сон невбетте Қырым ола білежігіні анлайедік. Ешғалден 15 күн евел Жемилевні Кремльге Путинен күрішівге дәвет еттелер. Не ақында лаф етмеге есте екен, Қырымның кележігі ақында. Сіздің президентіңіздің Қырымызның кележігіне не алақасы бар екен? Не есе көріштілер. Жемилевні yüksek seviyede қаршыладылар. Лимузин, озғару ве иляхрем. 23 ел девамында ал етілмеген меселелеріні яқын вақытта чизежегі ақында айтмаға башлады. Коллеріңізде олғанына бақыңыз, деп айтачақ едім, айтмадым. Халқымызға ағықатын ярдым етмеге естесеңіз, ордуларыңызны чықарыңыз. Бүгін Қырым вазиеті қорқыншылыдыр. Айырым, тінтуф, тұтып алулар. Бір чоқ ватандышыңыз тұтып алынған. Оларға шынды не айтарсыңыз? Сіз совет апсханелерде ятқан едіңіз. Ақтым чиегознен кемерде лаф етем. Совет сүрімлері пионер лагері екен. Оларға насыл бір мудет бірілсе біле, емін олыңыз. О қадар кімсе отырмайжақ. Путиннің режимі ондан евелдағылыр. Тағдырге шикет етмейсіңіз ма? Соны башқа олып чыға. Тоқтаныз, бұда сонды гіл. Қартлығымны башқа же қаршылайжақ едім, ама Кремльнің орамоғлы ершіні бозып қойды. Буюклерден балачықларға Одессада кечірілген вышыванкалар буюк юрушының шарыдыр. Бұ сене акцияның 10-шы елығы қайдетілген еді. Денис пайтақтының меркези соқықларындан Одессаның экибенден зияде сәкені кечті. Яшы венесілері фарқлы еді. Украина ве Авропа бірлігінің байрақлары әмді Қырым тұтарларының темсәлеріні көстерген еділер. Юруш іштірікчілері дегер шарыларынан бір сырада Молдаванка ве пересіп бұттун Одесса вышыванкаларда деп қачырайды. Шәр ел башчылығының бинасы янында Одесса сәкенлері балабан девлет байрағына açты. Я бачу, як іноземці. Ежембелерінің бізге күліп баққаны ве бізні чықарғаныны көрем. Ілк евелі юрушны тек ұзымыз үшін кечірмейміз. Дүнияға Украин медениетіні көстермеге істейміз. Доки ми кричати можем, Україна переможе! WTA жедвелінде яны милли рекордны Украин теннисчысы Элина Свитолина әлді етті. Дүния жедвеліндегі 6-шы сатыр Украина темсилчілері тарафындан қазанылған ән yüksek нәтижедір. Бірден 5 сатырға Свитолина Рома ярашында ғалибе қазанғаны саясында көтерінді. Бұ сене Украинаның бірінші ракеті әнді 4 ярышта ғалибе қазанды. Бұл аптадан о WTA чемпионлар ярышының башынан кечежек. Grand Slam Roland Garros олажақ турнирінде Свитолина 8 ән күчлі ойынжы сарасына кірежек. Құрметлі сережелер, бұл сонки хаберіміз әді да-дачок хаберлеріні Укринформ сайтында оқой білесіңіз. UATV еле қалыңыз. Көрішкенже.